Сәлем достар, менің арнама қош келдіңіздер. Сіздермен өте дәмді вупи пай тортын дайындаймыз. Видеоны соңына дейін көріңіздер, торттың қыр-сырымен бөлісетін боламын. Ең алдымен сары май мен шоколадты водяной баняда ерітіп аламыз. Міне осылай толықтай еруі қажет. Торттың тестасын дайындаймыз. Алдымен жұмыртқа мен қантты әбден көпіргенше миксерлейміз. Ескертіп қояйын, мен 2 торт дайындап жатырмын. Дайын болған жұмыртқалы массамызға ерітілген шоколадты құямыз. Жақсылап араластырамыз. Дайын болған массамызға ситадан өткізілген ұн, какао, разрыхитер салып, жақсылап араластырамыз. Міне тестамыз дайын, осындай қоюлықта болады. Пергамент қағазын төсеп, үстіне қамырымызды салып жаямыз. 4 корж шығады, шамамен әр коржға 6-7 қасықтан кетеді. Жақсылап жайып тегістейміз. 180 градуста 6-7 минутта пісіп шығады. Корждарымыз пісіп шыққанша торттың кремін дайындаймыз. Осы сливки маған өте қатты ұнайтын сливки. Дәмі де өте дәмді. Маскарпоне және креметте. Алдымен сливкемізді құйып, үстінен творожный сырымызды салып, миксерлейміз. Өте көп миксерлемеңіздер, шамамен 3-4 минут қана миксерлейміз. Кішкене қою болғанша үстінен маскарпоне және сахарная пудраны ситадан өткізіп саламыз. Крем қою болғанша араластырамыз. Міне креміміз дайын, осындай қоюлықта болады. Міне корждарымыз пісіп шықты, өте жұмсақ болып пісті. Коржды пергамент қағазынан алып, формамен кесіп аламын. Мен 24 диаметрде кесіп алдым. Енді тортымызды жинаймыз. Кондитерлік мешокқа тортымыздың кремін салып, осындай насадкамен шарик шығарамыз. Міне тортымызды жинақтап шықтық. Енді бетіне шоколадты ганаш дайындайтын боламыз. Сливки мен шоколадты ерітіп, ерітілген шоколадты торттың бетіне жағамыз. Тортты қалауларыңызша әсемдесеңіздер болады. Міне мен осылай әсемдеп шықтым. Сіздермен бірге болған Мадина. Подписки бөлімін басып, менің YouTube каналыма тіркеліп қойыңыздар. Лайк басып, комментарий жазыңыздар. Сау болыңыздар.